Атыраудың білім жүйесінде онлайн журнал қолданысқа енді. Оған алғаш келгендердің бірі білім инновация лицейі. Елбасының Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында цифрлы Қазақстанға көшуді тапсырған болатын. Бұл бастама қолдау аясында қолға алынған. Атырау білім инновация лицейінің ұстаздары қағазбастылықтан арылды. Бұрындары бағалау жүйесі осындай журналдарға қойылатын болса, қазір барлығы да электронды түрде. Сондай-ақ бұл бағдарлама ата-аналар үшін де тиімді. Олар өздерінің балаларының оқу үлгерімін және олардың сабаққа қашан келгенін біле алады. Ал оқушының сабақ үлгерімі мен үй тапсырмасының қаншалықты орындағанын мұғалімдер онлайн бақылайды. Бұл сабаққа қатысушылардың жеке дайындалуына, ізденісте болуына септігін тигізеді. Тіпті ата-анамен де осы жоба аясында қарым-қатынас орнатуға болады. Мына бағдарламаның артықшылығы мұғалімдер қазір күнтізбелік план жоспарларын және барлық материалдарын осы бағдарламаға жүктей алады. Оқушылар да соны сабақ уақытында немесе сабақтан кейін қайталау үшін қарауына мүмкіндіктері бар. Себебі кейбір сабаққа келмей қалған оқушылар болса, олар электронды журналдан сол күннің материалдарын алып, қарап, өздері қосымша дайындалып алуға мүмкіндіктері бар. Немесе мұғалім осы жерден электронды түрде оқушыларға тесттен өткізе алады. Оқушылар оның барлығын телефондарымен тесттерге жауап береді. И тесттерге жауап бергеннен кейін оқушылардың мұғалімдердің журналына баға болып түседі, автоматически түседі. Одан кейін мына жерде ата-ана да кірсе, мұғалім де кірсе, директор орынбасарлар тексеру үшін кірсе де, осы жерден мұғалімнің қандай сабақтар өткенін және қай күні нешінші сабақта өткенін көре алады. И осы тақырыпқа байланысты бүкіл материалдарды қарай алады. Сол мұғалім сол сабақты шынымен де өтті ме, өткен жоқ па, соны нақты тексере алады. Ұстаздар бағдарлама арқылы бәрі бақыланып отыратындықтан оқушылардың сабаққа деген үлгерімінің жоғарылағанын айтады. Сондай-ақ бағадан бөлек білім алушының шығармашылықпен айналысу мен белсенділігі де бөлек бағаланады. Алгебра сабағында жақсы қатысып, есептер жақсы шашсақ, бізге Эдопечтен сабақты жақсы түсініп жүр, сабақты жақсы ілгері алып кетіп жүр деген мақсатта бізге ашық хат секілді смайлик береді. Бір жағынан ата-анамыз да көреді, ата-анамыз мақтанып тұнады, бір жағынан өзімізге де сабақта көрінімізге жақсы. Тағы да бір қолайлылығы осындай жүйелерді ұялы телефон арқылы үйде де, түзде де бақылауға болады. Нұргүл Рамазанова, Фархат Тажыбаев, жаңалықтар қызметі.